Қазақта еңбегіне қарай өнбегі деген сөз бар. Мұны ең алдымен ауыл халқының ерен еңбегінің жемісі деуге болады. Мемлекет тарапынан да тиісті жұмыс жүргізілді, қажетті көмек берілді. Қазір елімізде жаңа экономикалық бағдар аясында нақты шаралар қолға алынып жатыр. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Ауыл қазақтың алтын бесігі, ұлттың тамыры мен діңгегі. Дархан даланың төсінде орналасқан әрбір елді мекеннің өзіндік тарихы, шежіресі мен бүгінгі тыныс тіршілігі бар. Алматы облысындағы сондай құт қонған, берекесі тасыған мекендердің бірі Ашыбұлақ ауылдық округі. Бұл өңір тек табиғатымен ғана емес, еңбекқор халқымен, үлкен аумағымен ерекшеленеді. Сонымен қатар бұл аймақ ірі өндіріс орындары шоғырланған орта. Осындай іргелі ауылдың жүгін арқалап, елдің сенімін ақтап жүрген азамат Ашыбұлақ ауылдық округінің әкімі Қасымбеков Бақтияр Кеңесұлы. Ол 1993 жылы дәл осы Іле ауданының Мұхамеджан Түймебаев ауылында дүниеге келген. Жылдар бойы жинақтаған іскерлігі мен тәжірибесінің арқасында Қазақстан Республикасы экология министрлігінде басқарма басшысы, сондай-ақ Ашыбұлақ ауылдық округі әкімінің орынбасары сияқты түрлі жауапты мемлекеттік қызметті абыроймен атқарды. Бүгінде өзі туып өскен Ашыбұлақ округінің тізгінін ұстап отыр. Ол өз қызметінде халықпен етене жақын жұмыс істеп, ауылдың әлеуметтік, экономикалық дамуына өзіндік қолтаңбасын қалдыруда. Жалпы ауылдың бүгінгі жай күйі қандай? Халықты мазалаған инфрақұрылым, жолға асфальт төсеу, жарық тарту және ауыз су мәселелері қалай шешімін тауып жатыр? Саяжайларды елді мекен шекарасына қосу жұмыстары қандай нәтиже беруде? Осы және өзге де өзекті сауалдарға тұшымды жауап алу мақсатында біз Ашыбұлақ ауылдық округінің әкімі Бақтияр Кеңесұлымен арнайы сұхбаттасқан едік. Ашыбұлақ ауылдық округі жайлы бастасақ, елді мекен жайлы қанша мың халық бар, неше елді мекен құрамына кіреді, жаңа шаруашылық қандай? Өзіңізде жолдан көріп жатқан шығарсыз, біздің округ кіреберістен бастап өндірістік аймақ басым. Жалпы округіміз 4 ауылдан, 4 елді мекен, 48 саяжайдан тұрады. Қазіргі уақытта 4 ауылдың өзінде 48 мың халық бар. 4 ауылда. Енді саяжайларда бізге кәсіп қосып жатыр, оны да айта кетеміз алдағы неде. Жалпы округімізде 360 гектардай жер өндірістік аймақ болып табылады. Сөйді 180-нен аса жер телімінде өндірістер орналасқан. Ол деген біздің жалпы жаңағы налогы бар, басқасы бар, осы жердегі жергілікті халықты жұмыспен қамтып жатыр, жағдайын жасап жатыр. Солардың арқасында олар атап айтқанда үлкен ірі кәсіпорындар бар. Бұлар алюминий завод Хофман деген, одан бөлек БТК Групп деген бар, Аби Ибрахим Global Farm деген дәрі-дәрмек шығаратын завод. Одан бөлек Первый пив завод бізде орналасқан. Осындай ірі кәсіпорындар орналасқан. Одан бөлек жаңағындай орта, кіші кәсіпорындар, жаңағы жеке кәсіпкерлер, 2300 жеке кәсіпкерлер тіркелген, 300-ден аса жауапкершілігі шектеулі серіктестік тіркелген біздің округімізде. Олардың бәрі осы қызметтерін жасап жатыр осы ауылымызда. Саяжай деп қалдыңыз ғой, бүгінгі таңда қосылып жатыр осы ауылдық округтың құрамына. Енді бұл жердегі жаңағы инфрақұрылым мәселелеріне тоқталайықшы. Саяжайлар ескіде жаңағындай көктемде келіп, күзде қаладағы үйлеріне қайтатындай сондай мақсатта бастапқыда берілген жерлер ғой. Ал кейінгі соңғы 10 жылдықта, 10-15 жылдықта бұл жерге тұрақты халық тұрып жатыр. Енді тұрақты халық тұрғаннан кейін олардың өмір сүру күнделікті қажеттіліктері, суы бар, светі бар, жолы бар деген сияқты қажеттіліктерін бұлар саяжайлар, кооперативтер өздерінің жинаған жарнасының ақшасынан жасайтын болатын. Енді әрине ол кооперативте мысалы 1000 адам, 100 адам тұрса, соның жинаған ақшасы түк болмайды. Сол себепті бұларда халық тұрғаннан кейін енді түрлі наразылықтар болады. Ал мемлекет тарапынан кооперативтерге ақша бөліп жаңағындай инфрақұрылым жасау үшін заңмен шектелген болатын. Сол жаңағындай одан бөлек жерінің, үйінің құжаттарымен біраз мәселелер туындаған, соларды шешу мақсатында округтегі жаңағы саяжайларды елді мекен шекарасына қосу деген жұмыс жаңағындай
қабылданып, сол жұмыстар атқарылып жатыр. Енді 48 саяжайымыздың 2 саяжайымыз көрші ауылымызға өтті, бір саяжай қосылған болатын оған дейін. Қазір сол 45 саяжайымыз қосылды. Енді оларға қосылғаннан кейін, оған дейін орталық жолдарын былтыр 4-8-5 километрге жуық саяжайдың өзінде, Жомарт саяжайынан бастап Жарқын жастардан Батыр саяжайға баратын жолды 4-8 километр асфальтталды. Одан бөлек жаңағындай бұлардың светімен, жаңағы свет дейміз ғой, электр жарығымен үлкен мәселе болатын. Соңғы осы 5 жылдық үлкен мәселе дауылы болған Жомарт деген саяжайымызда. Оған былтыр 24 жылдың желтоқсанда толық бітірді жұмысты. Бүкіл 1500 абонент дейміз, 1500 үй, 1500-тің сол жаңағында жаңадан стандартқа сай электр жарығы тартылып сол саяжайға, одан бөлек бүкіл көшесіне жарық шамдар орнатылды. Қазір осы сол саяжайға ауыз су мәселесін шешу мақсатында үлкен водозабор салынып жатыр. Сол жаңа 1500-1600 абонентке толықтай тартылады. Ол жұмысын уже қазірден суды берді. Қазір одан бөлек ішкі жолына асфальтын төсеу мәселесі қарастырып жатырмыз. Тағы да саяжай деп айтап өттік қой, сол саяжайдағы тұрғындардың өмір сапасын жақсарту мақсатында денсаулықты жаңағы ұлттың денсаулығын көтеру мақсатында осы саяжайда Береке деген саяжайымыз бар. Соған дәрігерлік амбулатория салынды. Мінекей ол да осы биыл қолданысқа берілді. Қазір адамдарын қабылдап, сол жақтан жақын жерден өздерінің ем-домын алып жатыр. Енді жаңағы инфрақұрылым деп те сұрадыңыз, оны да айта берейін. Жалпы 4 ауылымызда саяжайды қоспағанда 4 ауылымызда 198 көше бар. Ал қазір саяжайды қосатын болсақ, біз 400-ден аса тағы да көше қосылады. Жалпы 620 көше болады болашақта енді бізде. Енді сол 198 көшеміздің 2024 жылдың аяғында 53 көшеде асфальт болған. Біз былтыр 28 көшеге асфальт төседік. 2025 жыл үлкен жақсы жұмыс жүрді. Аудан тарапынан үлкен қолдау, облыс тарапынан қолдау болып, осы округке 28 көшесіне асфальт жабындысы төселді. Соның 28 көшенің ішінде тек қана жаңа бір көшеміз Жомарттан бастап Берекеге дейін 5 километр. Үлкен протяженности. Биыл мінекей 2026 жыл 22 көшеге асфальт жабындысын төсеп жатырмыз. Ауылды аралап, атқарылған жұмыстың нәтижесін көрсетті әкім. Тұрғындар үшін ең маңыздысы жолдың сапасы. Тақтайдай тегіс көшелер тұрғындардың көңіліне қуаныш сыйлап қана қоймай, ауылдың ажарын аша түскен. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Мен атым Берік болады. Берік, осы ауылдың тұрғыны. Осы ауылдың тұрғыны. Біз где-то 15 жыл болды осы жақта. 15 жыл болды осы салынып жатқанымызға. Осы жолдың салынып жатқаны жаман қуанып отырмыз. Көріп бұл қалай жасалды, содан бері қалай престеп тұрып жасалғанға шейін білем, қырып пысап қалай жасалды, соның бәрін осы жерде жасалғанына ризамын. Жасалғаны күшті жасалды бәрі. Не бүгінгі шейін әлі осы көшемен ғана өтеміз ғой біз. Былай жүреміз, мына жақпен жүреміз. Негізі ар жақта да жолым бар. Бірақ специально осы көшемен, осы әдейі өтем осы көшемен. Бұл ұнайды бізде, жақсы жасалған жер. Жақсы ауыл мынау, не стройка жүріп жатыр, жақсы жол жасадыңыздар, әйбет су деген, су әйбет ағып тұр, жемістер өсіп жатыр, гүлдер бәрі. Су келіп тұр, жол жақсы болды, мінекей, балаларға да жақсы ойнап, кеше самокатпен ойнап, кішкентай балаларда үлкен кісілер качелямен, коляскамен жүріп, аяқта да жаңадан карусель асыпты, сояққа барып, мына жол жақсы болды, рахмет. Мына үлкен кісілер де қуанып қалды мына жердегілерде. Ой, емен еркін жақсы болды, мына көше балаларға да жақсы болды. Кішкене балаларды қарағанымызға ары бері бізге тастап кетеді, жұмысқа кетеді, үйде келіңдер, сол жақсы болды деп. Жаңағы Түймебаев ауылында Новостройка жаңа мектеп жанындағы жаңа құрылысқа 600 үй абонент бар. Оларға толықтай жаңа электр линиясы тартылды. Барлық көшеге жарық шамдар тартылды. Одан бөлек толықтай сумен қамтамасыз етілді. Осы 25 жылы ауыз су желтоқсанда толық берілді.
қазір халықты ауыз сумен отыр. Енді сол жерге көше мәселесі бар, асфальт. Енді қалып тұрған бізге асфальт. Асфальт төсеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Былтыр ол жерде 4 көшесіне асфальт төсегенбіз. Биыл 5 көшеге төселді. Нақты сол ел жаңа новостройкаға. Общий 21 көше. Жалпы 21 көше. Соның былтыр 4-еуіне, биыл 5-еуіне төселді. Енді келер жылда кезең-кезеңмен 1-2 жылда осы новостройка көшелер толықтай толық не болатын болады. Асфальтталатын болады. Биыл 22 көшені сол Көкқайнарда 8-іне, Түймебаевта 8 көшеге, Төле би ауылында 5 көшеге, Жайпек Батыр ауылында үлкен ұзын 1 көшеге асфальт жабындысын төсейміз. Жол мәселесі бойынша айтқан жұмыс, одан бөлек деген енді халық көбейген сайын сұраныс та көбейеді. Тұрмыс тіршілігіне қажетті жаңағы су, светіміз бар, газымыз бар, жолымыз ғой. Жаңа электр жағын тұрақты беріп отыру мақсатында біздің Алтау жарық компаниясы былтыр 210 бағананы ауыстырған. Ағаш бағаналар, ескі бағаналардың барлығы железобетон жаңағы бетон бағаналарға ауыстырған болатын. Биыл де сондай жұмыстар жүргізіп жатыр. Тағы да 200-ден аса бағананы ауыстырып, орталықтың жалпы біразын уже бітірді. Алдымен көшені асфальт салуымыз үшін ауыз су жүргізіп алуымыз керек. Себебі асфальт салғаннан кейін артынан қаржы жатпаймыз ғой. Сол себепті мінекей Түймебаев ауылында жүргізілді. Одан бөлек жер телімі бөлініп, Көкқайнар ауылынан 1 гектар жер телімі бөліп, проектісін жасап, барлық сараптамадан өткізіп, қазір қаржыландыруды күтіп отырған бір проектіміз үлкен. Осы Көкқайнар ауылын ауыз сумен қамтамасыз етуі. Осындай жұмыстар. Енді жазғы уақытта қатыстық кезде жаңағындай агро елдер деген өздерінің бақтарын, нелерін су қарып бастағанда су азайып кетеді. Оны айтатын су тапшылық болады. Ол жоқ емес, соны шешу мақсатында осы Көкқайнардан жаңа үлкен водозавод салсақ деген ниетпен жүргізіп жатырмыз. Жоспар бар, Жоспар бар, соны уже биылға жоспарлап отыр. Енді қаражат бөлінген жағдайда бірден жұмысын бастап кетеді. Құжаттамасы, жері барлығы дайын. Көгілдір отын мәселесі толықтай қамтылған ба? Бізде толықтай қамтылған. Бізде 7 хозяйство жұмыс жасайды. Жеке-жеке барлық үйлерге таратып отыр. Барлығында жалпы округте газбен қамтамасыз етілген 4 елді мекенде де барлығында газ бар. Қазір бұрынғыдай отын жағып, көмір жаққан аз енді. Енді әлеуметтік мәселелерге тоқталайықшы. Мектеп айтып өттіңіз. Неше мектеп бар, мектеп тапшылығы бар ма жаңа? Енді біз осыдан бір 10 жыл бұрын ауылымызда 3 орта мектеп және бір бастауыш мектеп болатын, 9-шы сыныпқа дейінгі оқытатын орта мектеп. Енді осы жылдың аралығында бізде жалпы 14 мектепке жетті қазір. Мемлекеттік 11 мектеп салынды. Одан бөлек бір мен мектебіміздің үлкен 1500 орындық мектеп саяжайдың ішінен салынды. Бұл деген жеке инвестордың көмегімен, бірақ деген қазір мемлекеттен қолдау білдіріп отыр ол жаққа. Ол 12-ші мектеп. Жеке меншік 2 мектеп тағы да жұмыс істеп отыр. Барлығы округ бойынша 4 жаңағы елді мекеніміз бар. 48 саяжайдың барлығы осы мектепте оқиды. 17 мыңдай оқушы оқып отыр қазір. Олардың жаңағы алыстан жаңағы 3 шақырымнан аса жерлерде оқитын балдар барлығы мектепке тасымалданады. Саяжайдың балдары жаңағындай мынау мектепке тасымалданып, солай білім алуда. Енді бұл жаңағыда көрсеткен шығармын, 25-ші жылы 1-ші қыркүйекте бізде округте жаңағы жайлы мектеп ашылды. Нөмір 3-ші орта мектеп. Бұл енді ауыл мен қаланың білім беру деңгейін алшақтығын қысқартып, сол қаладағындай, үлкен орталықтағындай білім беру мақсатында осындай мектеп ауылымызда ашылды. Балалардың бәрі мен қарай шақырыңыздаршы, мен қарай тегіздерші. Енді бұл 900 орындық мектеп ашылды, және мектеп қас СМУ деген подрядчиктер салды, жақсы жасады, сапалы мектеп.
Одан бөлек тағы да біз енді 3 ауысымда әлі мектептеріміздің жойылған жоқ. Көкқайнар ауылында және Жәпек Батыр ауылында тағы да жер телімін дайындадық. 3 гектардан 2 жер дайындадық. Енді соған болашақта тағы да 2 мектеп салу жоспарланып отыр. Енді осы тағы да 2 мектеп салынса 3 ауысымда мектептердің саны қысқарады деп отырмыз, енді жоспарымыз сондай. Одан бөлек бізде амбулатория 3 амбулатория жұмыс істейтін: Көкқайнар ауылында, Жәпек Батыр ауылында, Түймебаев ауылында және бір фельдшерский пункт болатын Төлебе ауылында. Енді биыл тағы да қосымша Көкқайнар ауылдан бір амбулатория және Береке саяжайынан тағы да бір амбулатория қосылды. Бұл енді жаңағындай денсаулықты, өмір сүру сапасын арттыру мақсатындағы ауылдың тұрғындарын. Одан бөлек қазір деген Тұңғышбай Жаманқұлов атындағы өнер мектебі ашылды. Актерлық мектеп. Сол балдарды актерлық жаңағындай 3-4 жасынан бастап актер болуға дайындап жатыр. Ол қаладан жаңағы жүрген бітірген сояқтағы мұғалімдер, қалада енді ауылдан қалаға бару 1 сағат, 1,5 сағат уақыт кетеді. Сол кісілер өздері келіп осында оқып жатыр. Қазір деген жаңағы бір мекемені неге алған, жалға алып соны жасап жатыр ол кісілер. Жақсы сұранысқа ие. Қазір ол өнер мектебіне актер болуға бәрі талпынып, сол өзі Тұңғышбай ағамыз да өзі батасын беріп осы мектепті ашты. Жергілікті әкімшілік жаңағы тарапынан осы шағын және орта бизнестерді қолдау қалай жүзеге асып жатыр? 2000-нан аса 2300-дей жеке кәсіпкер тіркелген ауылымызда. Одан бөлек жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 300-ден аса. Олардың барынша қолдау көрсетуге тырысамыз. Себебі деген кәсіп дамыған сайын жұмыс орны ашылады. Жаңағындай бюджетке салық түседі. Оның барлығы біздің өсіп өркендеуімізге өз үлесін қосады деп ойлаймын. Енді бізде жаңағы ауыл аманат бағдарламасы бар. Басқа бағдарламамызбен келген кісілерге кәсібін ашуына, одан ашқан кәсібін одан ары жаңағындай жандандыруға септігін тигізеді осы ауыл аманаты бағдарламасы. Айта кетейін, Сайлау Бек деген кісі ауылымызда тігін цехын ашты. Ол кісі жаңағы әйелі екеуі бір кішігірім қызметтен бастаған, кішігірім көрпе тігуден бастаған. Енді бізге келіп осындай ұсыныстарын айтқаннан кейін әкімшілік тарапының бұл кісінің жаңа құжаттарына дұрыстап жаңа жерінің нысаналы мақсатын өзгертуіне барлығынша жаңағындай консультация деп айтады ол, консультациясын беріп, құжатын көмектесіп барлығын жасады. Кейін құжатын жасағаннан кейін ауыл аманаты бағдарламасын ол кісілерге ұсынып көрсеткен едік. Барлық құжаттарын жинап, қазірдеген ауыл аманат бағдарламасымен кәсібін дамытуға аз процент несие алып жатыр қазір. Ауылда кәсібін дөңгелетіп, нәсібін арттырып отырған отбасылық кәсіпкерлер бар. Шағын өндіріс ашып, ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтып отырған жанұялық жұптардың еңбектерін көпке үлгі етуге болады. Бұл біздің кәсібіміз кішігірім кәсіп, біз отбасымен бастағанбыз. Қазіргі таңда бұл жұмыспен айналысып жатқанымызға 5 жыл болды. Осы Ащыбұлаққа келгенімізге. Бұған дейін біз Алматы қаласында арендада тұрғанбыз. Қазір осы Ащыбұлақ селолық округіне келіп, осы Мұхамеджан Түймебайда кішігірім жұмысымызды істеп жатырмыз. Бізде жалпы бұл жерде істейтін жұмыскерлеріміз осы өзіміздің ауылдың тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Қазіргі таңда менде 15 адам жұмыс істейді. Бізде шығады көрпе, жастық, постельный комплектілер шығады. Одан кейін бізде мақтадан, жүннен көрпелер шығады. Бірақ қазіргі таңда сұранысқа көп ие, бізде синтепон, холофайбер, шалкапред. Сол көрпелер бізде көп басым, күнде көп шығарамыз содан. Күндік біздің жаңағы кәсіпорынның производительесі өнімділігі 2000 көрпе күніне шығарып отырамыз. Ол бізде бір станоктан шығады. Менде жалпы қазір бір инелі станок бар. Бір көп инелі 96 ине қойылған тігін көрпе тігетін станок бар. Қазір таңда жұмыс істеп жатқан.
қолдау болды. Біз даму қоры арқылы жаңа несие алдық. Оны даму қорымен субсидияладық. Ең бірінші кредитімізді. Одан кейін алдық, бірақ ол кезде дамудың сәл кешігуімен оған біз субсидияға кірген жоқпыз. Бірақ даму қоры бізге өте көп жеңілдік берді. Ол қолданған нәрсені жоқ деп айтуға болмайды ол көмекті. Енді қазіргі таңда ауыл аманаты, өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік бағдарлама бар, ауыл аманаты деген, ауылдағы кәсіпкерлерді, именно ауылдан шыққан кәсіпкерлерді қолдайтын. Сол бағдарламаға құжаттарымызды өткізіп, дайындық үстіндеміз. Осыдан где-то бір ай бұрын біз облыс әкімі Марат Сұлтанғазиевтің қабылдауында болдық. Ол кісі де бізге көмек беретін, барынша қолдай білетін айтты. Одан кейін біздің жергілікті өзіміздің Ащыбұлақ селолық округінің әкімшілігі бар. Әкіміміз қай кезде барсақ та қолдау білдіреді. Вот жаңа ауыл аманатының құжаттарын біз сол кісілермен бірге байланыста жұмыс істеп тапсырып жатырмыз қазір. Осындай кәсіпкерлер жалпы көбейіп жатыр ауылымызда. Шағын бизнес, енді бұл деген бірінші кезектегі жұмыс тапшылығын азайтады. Сол жаңа кішігірім кәсіптің өзінде 15 адам тігінші қыз жұмыс жасап жатыр. Одан бөлек жаңа масылдықты болмайды, үйде жатып жаңағындай пособие басқаға күндер қарап отырмайды. Үйдегі әйел адамдар жанындағы ауылдың ішінде көрші тұрған ауылдың әйелдері осы жұмысқа кіріп жатыр. Жалпы жаңа атаулы әлеуметтік көмек деген бар ғой бізде. Жаңағы күнкөріс деңгейінен табысы төмен кезінде тағайындалады. 23 жылдың аяғы, 24 жылдың басында округ бойынша 300-ден аса отбасы осындай атаулы әлеуметтік көмектің арқасында өмір сүріп жатқан. Оны жаңа масылдық жою, басқасы бар. Осындай жұмыссыз азаматтарды жұмысқа орналастырудың мақсатында қазір 323-тен 60 отбасына төмендеттік. Қысқарды, бұл үлкен жұмыс. Себебі деген 323 адамға бюджеттен ай сайын қаржы бөлініп отыратын, ол қысқарды. Жаңағы адамдарымыз жұмысқа шықты. Мінекей осындай жұмысқа шығып, өздерінің табыстарын арттырып отыр. Сол біздің ауылда жеке жаңағы шағын бизнесін, орташа бизнесін өсіп отқан арқасында осындай бізде жұмыстар. Енді мына ауылдық округтегі жаңа төтенше жағдайлар алдын алу үшін қандай да бір шаралар атқарыла ма жаңағы? Енді біз ауыл үлкен болғаннан кейін, тұрмыс болғаннан кейін өрт болуы мүмкін. Одан басқа біздің төрт ауылымыздың жанында жаңағындай тоғандар орналасқан, 18 су. 18 тоған, оның үшін тағы да 10 кіші тоғандар, жалпы саны 28. Оның суал қаупін болдырмау мақсатында өртке қарсы қызмет жүргізу үшін біраз жұмыстар атқардық. Атап айтқанда суға қарсы жаңа төтенше жағдайлар болып қалғанда дер кезінде іс-қимыл жасау үшін біздің округімізде орналасқан 78-460 деген әскери бөлім бар. Осы кісілермен жергілікті әкімшілік тарапынан меморандумға қол қойылған. Тез арада бірден ол кісілер өздерінің қызметкерлерін жаңағы шығарып, осы жаңағындай төтенше жағдай орын алған кезде дер кезінде шығарып, бірден жаңағындай жою мақсатында. Одан бөлек жаңағындай ЧС төтенше жағдай министрлігінің өзінің ведомстволық бағдарламасы болған, ауыл құтқарушысы деген. Соған біз деген жерін бөліп, инфрақұрылымын барлығын қосып, жаңағындай бір жеке кәсіпкер спонсор арқылы ауылымызда жаңағындай өрт сөндіру депосын аштық. Оған деген жаңағы техникасын берді, және деген қызметкерлерін берді төтенше жағдай министрлігінен, біздің облыстық департамент. Сонымен қазір қызмет атқарып келе жатыр. Оған енді бұл үлкен жаңағындай плюс болды, пайдалы болды. Себебі деген бізге жақын орналасқан өрт сөндіру бекеті бұл Боралдай ауылында орналасқан, Боралдай кентінде. Одан бері жету үшін, өрт басталған уақыттан сигнал түскеннен бастап жету үшін 20 минуттан 40 минут аралығында уақыт алатын. Ал қазір мінекей өткенде бір кісінің өзім куәгер болдым, Тәуелсіздік көшесінде шағын дүкені өртенген болатын. Соған осы депомыздан жаңағындай техника 6 минутта жетіп барды.
соның арқасында жаңағы дүкеннің бір бөлігі жанды, артында тұрған үйімен жапсарлас салған екен, үйі барлығы аман қалды. Енді бұл осы атқарған жұмыстың нәтижесі. Иә. Ол бір үйде бір адамды құтқарып қалған өзі бүкіл осы жұмыстың жаңағындай ақтап отыр ғой өзінің. Бұл жерде жаңағы демалыс орындары көп қой, жаңағы жазғы маусымда суға шомылу орындары бар. Енді бұл жердегі жаңағы көптеген демалушылар келеді. Туризмді дамыту бағытында қандай да бір шаралар атқарылып жатыр ма? Жаңа туризмді дамыту мақсатында жалпы округімізде қазір Тартуга деген кәсіпорын бар. Олар жазғы маусымда қызмет атқарады көбіне. Бұл жерде концерттер өтеді үлкен, сонымен қатар жаңағы суға шомылу белгіленген. Одан бөлек Первомайский пруды деген бізде кәсіпорын бар. Ол жерде жаңағындай жазғы күні де суға шомылу бар. Одан бөлек ішінде бассейні бар, үлкен паркі бар. Және де қысқы маусымда жаңа мұз айдыны салған бұл кісілер. 10 мың адамға дейін концерттер шетелдік танымал әншілермен, біздің танымал әншілеріміз осы округімізде жаңа Первомайский прудында концерттерін береді. Бұл енді жан жақтан қаладан, ауылдан, басқа шетелден көптеген туристердің келуіне өз ықпалын беріп жатыр. Суға шомылу маусымында қауіп те бар ғой, жаңағы суға кетіп қалу, ол енді баса назар аударатын нәрселер ғой. Жалпы қауіпсіздік қалай қадағаланады, жаңағы құтқарушылар саны қанша, жеткілікті ме? Енді жаңағы айтып өттім ғой, Тартугада және Первомайский прудында өздерінің мамандандырылған құтқарушылары бар. Ол саны барлығын жаңағындай стандартқа сай жеткілікті барлық жерінде тұрады. Оны жаңағындай ар өтпеу үшін белгілерін қойылған, барлық қамтылған о жағынан. Жаңа айтып өттім 18 тоған бар деп. Жалпы 28, соның 18-і үлкен. Солардың барлығында суға шомылуға болмайды белгілер қойылған. Тек қана жаңа Первомайский пруды мен Тартугада ғана суға шомылуға рұқсат етілген. Сол рұқсат етілген жерде мамандандырылған құтқарушылар бар сол жерде. Ауылдық округтегі біраз нәрсенің басын қайтардық, негізгі мәселелерді айтып өттік, істелінетін жұмыстар, істелінген жұмыстар, алдағы жоспарлар, бір ойыңызда жүрген бір негізгі осы бір істі істесе ма, осы бір әкімдік қызметте отырған уақытымда деген бір ойыңыздағы бір мақсатыңызбен аяқтасақ. Енді ондай жұмысқа кіргеннен бір сондай ой мақсатымыз бар. Бұл жаңағындай дене шынықтыру комплексін ауылдан салынса деген мақсатымыз бар. Себебі деген біз өзімде де спортқа қатыстым. Қазіргі балдар бізде жаңағы арнайы бір үлкен спорт зал жоқ. Тек қана қазір Азия деген жақында былтыр ашылған спорт зал. Ол жерде күрес бар, футбол бар, бірақ жаңағындай мемлекеттік емес та. Сол орталықтан бір жер бөлінген бізде Түймебаев ауылында. Осы жерге жаңағындай дене шынықтыру, сауықтыру орталығы ашылса, үлкен спорт зал балдар жаңағы спортқа баулып, салауатты өмір салтын насихаттап жатсақ, ауылымызда үлкен мықты чемпиондар шығып жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Сонымен қатар жаңа мәдениет үйіміз бар. Оған да жерін енді бөліп дайындап қойғанбыз, сараптама өткен. Соған да қаржы бөлініп, болашақта үлкен мәдениет үйі тұрып жатса, ауылымыздың көркі де, және де жаңағындай оқушыларымыз да, балдарымыз да, рухани да, дені сау өсіп жатса, бұл деген біздің ұлтымыздың, ұлттық құрамымыздың сапасын арттырады деп ойлаймын. Сәттілік тілейміз бағдарламаның жұмыстарыңызға. Халықтан тек алғыс алуыңызға тілектеспіз. Рахмет бүгінгі сұхбатыңызға. Рахмет, сіздерге рахмет.